Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақ өткізетін сіздермен Қарағанды облысы білім басқармасы, Шет ауданы білім бөлімі, Шет жалпы білім беру мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Орынғабылқызы Роза. Пәніміз математика. Қарастырылып отырған бөліміміз екі таңбалы сандар. Тақырыбымыз екі таңбалы сандардың графикалық моделі. Сабағымыздың мақсаты екі таңбалы сандардың графикалық моделін құру, разрядтық кестені қолдану. Сабағымызға түсіндіруіне зейін салып тыңдаймыз. Екі таңбалы сандардың графикалық моделі дегеніміз санды көзбен көріп, оңай түсіну үшін сандардың ондықтары мен бірліктерін сурет немесе схема түрінде көрсету. Мысал ретінде мен 34 санын алдым. 34 санында балалар 3 ондық, 4 бірлік бар, 3 ондық бар, бұл 30-ға тең, 4 бірлік бар, бұл 4-ке тең. Енді мен сіздерге графикалық моделін құруды көрсетемін. 3 ондықты мен жасыл асықпен алдым. Әрқайсысы ондықты білдіреді. Яғни 3 жасыл асықты модельдейміз. Жақсы. 4 бірлік ретінде қызыл асықты белгіледім. 1, 2, 3, 4. Жақсы балалар. Енді 3 асық, яғни 3 жасыл асық 3 ондықты білдіреді. Ал 4 қызыл асық 4 бірлікті білдіреді. Нәтижесінде балалар 14 саны 3 ондықтан және 4 бірліктен тұрады. Графикалық тұрда бұл бұлай көрінеді. Осылайша біз екі таңбалы сандардың графикалық түрде көрсетіп, оның құрылымын анық көреміз. Жақсы балалар, суретке қара, берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 сандарының арасындағы екі таңбалы сандар тізбегін құрастыр дейді. Жақсы балалар, бізде әртүрлі ойындардың доптары берілген, асықтары, қандай сандар берілген, қарайықшы суретке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, балалар. Енді осы доптарды пайдаланып біз екі таңбалы сандардың тізбегін құрастыруымыз керек. 10 мен 20 сандар аралығында. Яғни 10-нан кейін бізде қандай сан балалар? 10-нан кейін қандай екі таңбалы сан шығады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 11. 11-ден кейін келесі екі таңбалы сан қандай? 12. 12-ден кейінгі сан 13. 13-ден кейінгі сан 14. 14-ден кейінгі екі таңбалы сан 15. 15-ден кейінгі сан 16. Өте жақсы. Келесі сан бізде 17. 17-ден кейінгі екі таңбалы сан 18. 18-ден кейінгі екі таңбалы сан 19. Жарайсыңдар балалар. Біз суретке қарап 10 мен 20 сандардың арасындағы екі таңбалы сандардың тізбегін құрастырдық. Дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. 10, 10-нан кейін 11, 11-ден кейін 12, 12-ден кейін 13, 13-ден кейін 14, 14-ден кейін 15, 16, 17, 18, 19 деп. Жақсы, екі таңбалы сандардың тізбегін құрастырсаңдар, өздеріне 1 балл есептеп қойыңдар. Жақсы, енді бүгінгі тақырып бойынша тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмада екі таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара, әр графикалық модельге сәйкес келетін екі таңбалы санды жаз, осы санды разрядтық қосындысы түрінде жаз дейді. Жақсы, бізде А, Ә, Б нұсқасы берілген, Осы нұсқаларға қарап біз бірінші қандай екі таңбалы сан
жазылғанын табуымыз керек. Балалар, А нұсқасында бізде текше берілген, жасыл текше ол бізде ондығы, көк текше бізде бірлігі. Енді А нұсқасындағы жасыл текшені бірінші санайық. Бірге санайық, балалар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни ондық бізде 7 ондық, Ал бірлігін санаймыз көк текшені. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 7 ондық 5 бірлік ол қандай 2 таңбалы санға тең, балалар? Қандай, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 75. 7 ондық 5 бірлік бұл 75. Енді біз 2 таңбалы санды таптық. Енді оның осы санды разрядты қосылғыштар қосындысы түрінде жазамыз. Яғни 75 деген 70 пен 5-дің қосындысына, яғни 75 деген санда 7 мен 5 деген сандары бар деген сөз. Енді А нұсқасында қандай графикалық модель берілген? Дұрыс айтасыңдар, дөңгелектер, жасыл дөңгелектер және көк дөңгелектер. Жасыл дөңгелектер бізде ондықтар, көк дөңгелектер бізде бірліктер. Ал бірінші жасыл дөңгелектен бастайық. Неше ондық бар екен, бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ондық. Ал бірлігін санаймыз көк дөңгелекті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ондық, 7 бірлік ол қандай 2 таңбалы санға тең, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 57-ге. Енді 57 деген санды таптық. Енді разрядты қосылғыштар қосынды түрінде жазатын болсақ қалай болады, балалар? 57 тең 50 мен 7-нің қосындысына, яғни 57 деген санда 50 мен 7 деген сан бар деген сөз, Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Келесі Б нұсқасында берілген графикалық модельге назар аударайық. Бізде не берілген? Текше берілген, Текшелердің ішіне нелер? Дөңгелектер, яғни біз осы дөңгелектерді санауымыз керек. Жасыл текше бізде ондық, көк текше бізде бірлік. Ал бірге санайық, балалар? Санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 6 ондық. Ал бірлігін санаймыз. 1, 2. 6 ондық, 2 бірлік ол қандай 2 таңбалы санды береді, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 62. Енді разрядты қосылғыштар түрінде жазатын болсақ, 62 дегеніміз 60 пен 2-нің қосындысына. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Егер де сендер графикалық модельге сәйкес келетін 2 таңбалы санды жазсаңдар, сандарды разрядты қосылғыштарға жіктесеңдер, өздеріне 2 балл қосып қойыңдар. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма кестені толтыр. Кестеге назар аударайықшы. Кестеде не берілген? Санның атауы берілген, 43 саны. Бізге не белгісіз болып тұр? Санның жазылуы, санның моделі. Яғни санның жазылуында 43 санның ондығын бірлігін табамыз. Сол 43 санның графикалық моделін саламыз. Жақсы, 43 санның ондығы нешеге тең? Бірлігі нешеге тең, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Ондығы 4-ке, бірлігі 3-ке тең. Енді графикалық модель салу үшін мен ондықтар санын жасыл асықпен алдым, бірліктер санын қызыл асықпен алдым. Сендер өздерің қалаған пішіндерді алсаңдар болады. Шаршы немесе дөңгелек деген сияқты. Мен асықтарды алдым. Жақсы, енді бізде ондықтар саны нешеге тең? 4-ке тең. Сонда біз неше жасыл асықты саламыз?
Дұрыс айтасыңдар. 4-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу. Яғни бізде ондығы. Енді бірлігі бізде нешеу? 3-ке тең. Біз неше қызыл асықтың моделін саламыз? Дұрыс айтасыңдар. 3 қызыл асықтың моделін саламыз. 1, 2, 3. Жарайсыңдар балалар. Біз 43 санның ондығы мен бірлігін таптық. Графикалық моделін салдық. Егер де осы екінші тапсырмада берілген тапсырмалардың барлығын орындасаңыздар, өздеріңізге 2 баллдан қосып қойыңыздар. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Экранда берілген QR-код сканерлеп, WordPol платформасындағы тапсырмаларды орындайсыздар. Әр орындаған дұрыс тапсырмаға 1 балл, жалпы ұпай саны 5 балл. Тапсырмалар, яғни графикалық модель бойынша сандарды тауып, амалдарды орындайсыздар. Нәтижесінде бүгінгі тақырыпты қаншалықты түсінгендеріңіз белгілі болады. Әр дұрыс орындалған тапсырмаға 1 балл дедік, я? Сонда барлығы, егер дұрыс жауап берсеңіздер, барлығы 5 балл. Өздеріңіздің жаңағы балдарыңызға қосып қойып, өздеріңізді бағаласаңыздар болады. Маған WordPol мен тапсырма орындап, кері байланыс берсеңіздер. Үй тапсырмасы. Оқулықтың 11-ші бетіндегі 8-ші есепті шығарамыз. Дәптердің түркөздерін пайдаланып, 26 сан әртүрлі графикалық моделін саламыз. Осы санның көршілерінің разрядты қосылғыштарын қосындысы түрінде жазамыз. Яғни дәптердің түркөзін пайдаланып, 3-4 графикалық модель саламыз. Әртүрлі геометриялық пішіндерді пайдалансаңыздар болады, өз қалауларыңыз. Сосын жаңағы 26 санның көршілерінің разрядты қосындысы түрінде жазамыз. Үй тапсырмасы түсінікті ме, оқушылар? Оқушылар, сабағымызда аяқталмас бұрын маған барлығы түсінікті, тақырып бойынша ізденуім керек, мен сабақты түсінбедім. Дұрыстық әдісі арқылы кері байланыс берсеңіздер. Рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.